Ал ең дәслеп бұл энергия қандай мақсатта пайдаланылған? Мағлұматларға қарағанда бұл энергиядан Қытай һәм Парсы қолтығында суды айдау һәм дәнді майдалауда бірінші болып қолданылған. Эрамызға шекемгі 500-900 жылларда болса, самал әйемгі мысырлықларда, анықрағы Нил дариясында кемелерді басқаруда жәрдем берген. Сондай-ақ боранның апатлы ақыбетлерін көрген адамлар самалды өз пайдасына қалай пайдалануды ойлаған. Европада оннан актив түрде пайдалану эрамыздың 1000-шы жылларында тикарнан арқа мемлекетлерде басланған. Базы бір мағлұматларда бұл 12-ші әсірде Францияда делінсе, ал басқаларында 14-ші әсірде Нидерландияда деп көрсетіледі. Инсаният тарихы давамында самалдан пайдалану тұрақлы болмаған, яғни ол түрлі дәуірлерде көбейген, емаса азайған. Жәмиеттің жаңа қалыптасқан мәдениеті дәуірінде болса, бұл энергия теңізде саяхат ету үшін қолданылған. Солай етіп оны пайдалану арқылы олы географиялық ашылулар әмелге асырылған һәм жаһан саудасы да рауажланған. Олым алғанда самал энергиясы 6000 жылдан астам уақыт давамында адамларға сенімлі қызмет етіп келмекте.